сегіз толық сізге жауап берді. Ол статистика бойынша бізде білеміз, көрдік. Сондықтан да сәттілікпен 150 мыңнан 100 мыңға дейін алатын жалақы 35% артпайды, 300 мың 600 мыңға дейін 36% ары қарай азайып бара жатыр. Енді бүгін таңда экономиканың структурасы сондай, бірақ жалпы көп көмек беріп жатырмыз. Азаматшылық қызметкерлерге 70 жылдың ішінде өздеріңіз мұғалімдер дәрігерлерге зарплата көбейді, екі есе оның тағы көбейді деп сенеміз. Бұдан басқа бізде ең төмен төлем 85 мың теңге болды бүгінгі таңда. Ол да енді әрі қазір әлеуметтік министрлікте қарастырылады, көтерілетін шығар. Сондықтан біз жалпы жалақыны көтереміз.